Қайырлы күн көрермен, бүгін біз қала тұрғындарынан автокөлікті 5 минуттан артық қыздыруға тыйым салатын норманы қолдайсыз ба деген сұрақты қоятын боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Қыстың күні болмайды, жаздың күні болуы мүмкін енді. Қыстың күні күн суықта ол 5 минутта қызбайды ол. Оны уже қолдағанда жоқ қой ешкім. Ой, оршын дұрыс емес. 5 минутта не моторды қызбайды ғой, стеклоңды ашпайды ғой. Өте бұл дұрыс емес, бұл заңға мен қарсымын. Как машинаны қызып үлгермейді, мен иногда айнаң мұз қатып қалады, ол үлгермейсің, дұрыс емес қой. Оны, конечно, қолдамаймыз ол. 5 минутта машина қызбайды біріншіден. Екіншіден, машинаның моторына да зиян келеді. Үшіншіден, оны кемінде 20 минут, 25 минут қыздыру керек айналайын. Оның бәрі енді заңды отырып шығара беретін болды ғой, шынын айтқанда. Бірақ кеше енді заңды атымен қылды ғой. Енді қазір жаңа көліктерді білмеймін, қазір ескі көліктерге ол жетпейді деп ойлаймын күн суық кездерде. Жалпы ол дұрыс емес деп ойлаймын. Қыздырасың ғой енді 10 минут, 15 минут іші машинаның іші қызу керек қой. Қыздарым, балдарым жаурап қалады ғой. 5 минутта қызый ма ол? Білмеймін. Жоқ, қолдамаймын. Ол өйткені қызып үлгермейді ғой машина. Жоқ, не деген мана пробкада көп адам, көп машиналар 10 минуттен көп тұрады. Соның үшін біртеңге деп айта алмаймын енді. Жоқ, қолдамаймын. Қызбайды да 5 минут. Жоқ, қолдамаймын оған. Кеште жас балдар болып қалады, оған пәлен деп айта алмайсың ғой. Машина күн суықтар болып қалады. Оны қолдамаймын. 15-20 минут қызбайды ғой. Ол 5 минутта жүріп кетсің, ол обязательно бір жері бұзылады. Екесе шығын боласың. Қала тұрғындарының басым көпшілігінің ойы автокөлікті 5 минуттан артық қыздыруға тыйым салатын норманы қолдамайды екен. Ал ендеше сіз не деп ойлайсыз? Өз пікіріңізді қалдырыңыз.